Пранктың қандай болғанын көрсетейін. Актер Жүсіп Ақшора блогер келінін жылатып қойды. Сәлем достар, сіздермен бірге News KZ арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Желіде отбасылық әзіл видео түсіріп, танымал болған блогер Динара Сайлаубай қызын қайынатасы Жүсіп Ақшора жылатып қойды. Келінім маған пранк жаса деп еді. Енді мен оған пранктың қандай екенін көрсетейін деп жазды актер. Ол ас үйде шай қойып дастархан жасап жүрген келініне бас салып ұрсып тастайды. Шайың неге қайнамай кетті? Қашан қайнайды? Тасбақаға жүн шыққанда ма? Осы келін айналайын. Блогерлікті қойшы, ығырымыз шығып кетті. Бір емес, екі емес. Күніге сол, адамды шаршатып. Елдің әңгімесі анау, артымызда неше түрлі сөз айтып жатыр. Өзің қатырамын, әдемі болады деп айтып едің. Енді бөтен біреулердің әңгімесін естіп жүрміз, деп қатты ашуланған кейіп танытады. Атасынан мұндай сөзді күтпеген блогер келін тап сол сәтте көзіне жас алып жылап қалды. Кейін Жүсіп Ақшора мұның пранк екенін айтып, келіннің алдында билеп жібереді. Жүрегім қатты соғып жылап жібердім ғой. Атам бұрын бұлай ұрыспаған ғой, әлі жаман болып жүрмін. Атамның маған пранк жасап тұрғанын білсем, мен де ойнатып жіберер едім. Ответкасы қатты болды, шын сеніп қалдым. Енді мен атама қандай ответка бергенім дұрыс? Білдірмей, қандай пранк жасасам екен? Идея болса айта отырыңыздар, деді Жүсіп Ақшораның келіні.